Баршаға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып пісетін пиццериядағыдай өте дәмді пицца пісіретін боламыз. Ұнаса лайк басып коммент қалдырдым. Баңыздар, алдымен заттарымызды дайындап аламыз. Ұнымызды, пісе майымызды, бір жұмыртқамызды, қайнаған суымызды, тұзымызды, шекерімізді дайындап қоямыз. Бір кесе осындай жылы суымызды құйып, үстінен бір жұмыртқамызды жарып, оның үстінен бір қасық ас қасықпен тұзымызды саламыз. Сосын оны жақсылап араластырып отырып, үстінен жарты пиала күнбағыс майын құятын боламыз. Бұл пиццерияның қамырының ең секретный методы күнбағыс майы жұмсақтық береді. Одан соң шекерімізді 2 қасық, разрыхителімізді, разрыхитель тоже сондай бір нәзік бір жұмсақтық береді. Сосын қопсытқышымызды саламыз, жарты қасық, кішкентай ас қасықпен. Онымызды араластырып, жақсылап жұмсақ етіп илейтін боламыз. Жұмсақ етіп иленген қамырымызды жақсылап бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Одан соң пешімізді қыздырып алып, табамызды қыздырып, оған пісте майымызды кішкене тамызып, жақсылап майлап аламыз. Онымен қоса қолымызда майлап алғанымыз дұрыс, өйткені қамырымыз қолымызға жаспайтын болады. Содан соң қамырды жақсылап бөліп алып, мен осы бір қамырдан 4 пицца жасадым. Бұл жасап отқан видеодағы бірінші пицца. Жақсылап осылай дөңгелектеп, әдемілеп, формасын келтіріп, массажный движениемен өте әдемі қылып табамызға жаятын боламыз. Өте жұқа етіп жаю керекпіз. Өте жұқа етіп жайылған пицца қамырымыздың үстіне кетчупымызды, 2 ас қасық кетчуп, 2 ас қасық майонезімізді қосып, әдемілеп бетіне жағатын боламыз. Бұл майонез бен кетчуп бұл тоже сондай бір әдемі дәм мен әдемі жұмсақтық береді. Одан соң үстіне помидорымызды жіңішке етіп турап алып, помидорымызды қоятын боламыз. Бұл да бір пиццерияның бір ерекше құпиясы деп айтсам болады. Помидор болмаса, пицца дәмді болуы екіталай, өйткені помидордың балғын иісі мен балғын дәмі ерекше мән береді. Оның үстіне колбасамызды қалауымызша өздеріңіз білесіздер, тауықтың етін қоясыздар ма, басқа ет қоясыздар ма? Мен колбаса қойдым. Оның үстіне ірімшігімізді сеуіп, көбірек сеуіміз керек ірімшікті. Бұл жерде ірімшігім сәл аздау болып тұр. Осылай 15-20 минутқа қоятын боламыз. Осылай дәмді болып пиццамыз пісті. Өте жұмсақ, өте балған, иісі деген енді керемет. Қыздар ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.